Негізі ойлаңыз, үшемдер, егіздер, бір ағайынды, бір жатырдан шыққан, қарындастар, бір қарыннан шыққан, ешкімге ұқсамайды, ойлаңызшы. Негізі түрлері ұқсауы мүмкін. Мінездеріміз бәріміздің әртүрлі. Мен айтамын, егер менің мінезім мен әйелім мінезі бірдей болатын болса, өмір қызықсыз болып кетеді ғой. Ойлаңыз, бала шағаның өзі бір-біріне ұқсамайды. Ол Алланың кереметтілігі да. Негізі бір нәрсені, мысалы қалам шығарама, завод, немесе цехта бірдей қалам шығарған жеңіл ғой. Микрофон шығарама, бірдей шығарған. Оны әрқайсысын біріне ұқсатпайды, ұқсамайтын қылып шығару ол қиын. Формасын ауыстырып отыру керек деген сияқты. Ол адамның кереметтілігі сондай да. Бір-біріне ұқсамаймыз біз. Сол үшін ана мінезіммен үйлеспеді, сәйкес келмеді, біз үйтпедік деген ол әр жағында басқа нәрселер. Ол бер жағындағы жай, бер жағындағы сыртқы көріністері. Оның әр жағында түбінде, тамырда басқа бір дүниелер бар да. Сол үшін осы жердегі, мысалы, біздің енді жиі айтатынымыз өзі ажырасудың немесе ұрыстың басты факторларының бірі, бір топ 4 фактор бар да менің енді тәжірибемде. Соның біреуі жаңағы құндылықтар. Өйткені сізге мысалға не құнды? Сізге мысалы білейін, даму, бір еркіндік, мысалы білейін, сіздің өзіңіздің бір түсінігіңізді, ал енді әйел адамның құндылықтары мүлдем басқа болуы мүмкін. Қазір өзіңіздің отбасыңыздағы жағдайды анықтау үшін арнайы дайындалған тест бар. Сол тестті толтырып қатысам дейтін болсаңыз, онда астына комментарийге тест деп жазсаңыз болғаны.